Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі қызықты ертегіні тыңдамас бұрын каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз, достар, арзы саудагер деген өте қызықты бір ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Бұрынғы уақытта Қырым қаласында Арзы деген атақты саудагер болыпты. Өзі сауда жасағанымен қарауындағы жұмсайтын адамдар мен кедейлерге қайырымды болыпты. Соның үшін оны халық жақсы көріп, Арзы мырза деп атап кеткен екен. Кейіннен соның малын алып, сонымен байыған адамдар Арзымен санаспай, онымен байлық салыстырып, қарсы болғандар көп болыпты. Себебі Арзының жалғыз баласы бар екен. Ол да жас болған. Осыны пайдаланып, Арзының саудасын жасап жүрген сатушылар 3 жыл бойына Арзыға зияннан басқа пайда бермепті. Арзының өзі керуен тартып сауда жасауға кеткенде, үйіндегі арғы бергісін басқаратын адамы болмапты. Содан кейін 12 жасар Махмуд деген жалғыз баласын шақырып алып, «Балам, мен болсам қартайдым. Және өзім кетсем үйдегі жұмысты тындыратын адам жоқ. Сондықтан, балам, басқа адамдардың маған келтірген зиянын өзің-ақ келтір. Сөйтіп жүріп үйренерсің. Өстіп жүргенде, мен өліп қалсам, сен бәрінен де қорқаларсың», депті. Әкесінің бұл сөзі баласының көкейіне қона кетеді. «Әке, мені жіберетін болсаңыз, бірінші сапарда маған көп қазына бермей-ақ қойыңыз. Қасыма өзіңізге сенімді адамнан 5 адам қосыңыз», депті баласы. Арзы баласының бұл сөзін естіген соң қуанып, «Балам қатарынан жаман болмас» деп, баласының жолға шығар тойын беріпті. 9 түйеге зат артып, баласының қасына 5 жігіт қосыпты. Арзы баласы жолға жүрейін деп жатқанда, 2 түрлі өсиет айтады. Жолда кетіп бара жатқанда, кеш болды деп терең сайды жерге қонба. Панасы бар екен деп ескі қыстауды жерге қонба. Себебі ұры қарақшы сондай жерлерде паналайды, дейді. Махмуд жолдастарымен бірге шығып, 2 күн жүріп, 3-ші күн кешке қарай бір қапталдың астындағы аты бар, белінде шолақ қылышы бар, орта жасқа келген бір адамға ұшырасыпты. Ол Махмудтан, «Қай жерден шығып, қайсы қалаға барасыңдар?» деп сұрайды. Сонда Махмуд, «Өздеріңнің Қырымнан шыққанын, енді алдындағы бара жатқан қаласының атын айтыпты». Махмуд кездескен үлкен кісінің сұрауына жауап беріп болған соң, «Ата, өзіңіз қай жерден шығып, енді қайда барасыз?» деп сұрапты. Сонда баяғы кез болған адам айтыпты. «Біздің ауылымыз онша алыс емес. Осы жерден түстік жерде. Мен де сендер баратын қалаға барамын. Астымдағы мінген атым жарамсыз еді. Сіздерге ілесіп жүруге бола ма?» депті. Сонда Махмудтың қасындағы жолдастары бұл адамның бірге жүруіне қарсы болыпты. «Арзы баласын жібергенде бізге сеніп жіберген еді. Бұл адамның қолында жаман болса да қару бар екен. Біз Арзыға пайда келтіреміз деп жүргенде, жалғыз баласы Махмудтан айырылармыз. Себебі біздің нағыз сауда жасап бара жатқанымызды білсе, өзімізге дұшпаншылық етер» деп қорқады. Бірақ Махмуд жас та болса, әкесі Арзының адамдарға істейтін жақсылығын біледі екен. «Не де болса, жол үстінде кездескен адамнан қашпа» дейтін еді әкем. «Кездескен адамның досын, қасын айырмай тұрып, ол адамға сырыңды алдыртпа» деген болатын. Сол үшін қашан осы адамның өзінен жамандық шыққанша өзімізбен бірдей болып жүре берсін, депті. Махмуд оған,
Аға, жақсы болды. Бізге де өзіңіз сияқты жол білетін адам керек еді. Жолдас болып бірге жүріңіз, депті. Сол уақытта күн батып намазшам болыпты. Астындағы аттары, түйелері шаршап, қонайық деп қараса, үлкен сайдың бойы екен. Махмұт әкесінің тапсыруы бойынша ол жерге қонғысы келмейді. Сонда жолдан кез болған адам айтыпты: «Тәуекел, қона берейік, осы сайдан болатын пәлені мен көтерейін», депті. Мұны есткен соң Махмұт та үлкеннің тілін алған азбайды деген, «Қонсақ қонайық», депті. Барлығы ұйықтаған уақытта таңға жақын ысқырған, желдетіп келе жатқан бір дыбыс жолдан қосылған адамның құлағына естіліпті. Орнынан тұрып қараса, бір айдаһар бұларды жұтайын деп келе жатыр екен. Сол кезде бұл адамның қолынан шолақ қылышын кесе ұстап, айдаһарға қарсы жүре беріпті. Айдаһар өзіне қарай тартқан уақытта қарсы ұстаған қылышпен айдаһардың аузынан кіріп құйрығына дейін тіліп, екі айырылып өлтіреді. Бұл істі Махмұтқа да, оның қасындағы жолдастарына да сездірмей, айдаһарды ұзаққа апарып өртеп, күлін қалтаға салып алыпты. Содан кейін өз орнына қайта келіп жатыпты. Азанда аман сау тұрып, жүргіншілер ас суын ішіп жүріп кетіпті. Кешке дейін жүріп, кеш болғанда бір ескі қыстаудың қасына келіпті. Қонуға қорқып тұрғанда баяғы адам: «Тәуекел, қонайық», депті. Түн жарымы ауғанда бәрі де ұйықтап қалады. Құрметті оқырмандар, бүгінгі арзы саудагер ертегіміздің бірінші бөлімі осымен тәмамдалды. Ертегінің келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.